подписчиктеріме сәлем жолдап жіберейін. Популярный ең бірінші тұрған Нұрсұлтан, саған сәлем. Шериф, романтик, саған да сәлем. Және де үшіншісі Наугат, ХЗР, Баха, саған да салам алейкум. Дәл осылай сәлем жолдағым қаласаңыздар, онда смело қазір комментарийға түсіп жазып кетіңіздер. Ал видеоға қарай сәттілік. Бәріңе сәлем достар, сіздермен мен Ердан Канаш және де Ерғанат Асылар. Бүгін біз TikTok-тың трендінде жүрген, яғни сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға кімнің әдеті сәйкес келсе, солар адамның басын суға нығап қоямыз. Видеоға қарай. Кет! Бізде, еще Ернат бар. Қазір бұлардың бастары, яғни өмірлері осы Ернатқа байланысты. Өйткені соның мнениесі арқылы барлық сұрақтар шешілетін болады. Бірінші сұрақ: кім көп ұйықтайды? Екінші сұрақ: кім подкаблучник? Жестко. Достар, қызық отыр. Кім тамақты достарына бөліспей жейді? Ешкім емес, жарайды. Кім сосисканы сорып ап, сосын барып жейді? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Достар, сіздерде кішігірім анализ сұрағым келіп жатыр. Тура міне мына жерде менің осы уақытқа дейін түскен дос балаларым ішінде кіммен түскен видео сіздерге қатты ұнады. Соны смайликпен комментарийға қалдырып кетіңіздер. Анализді обязательно комментарий қалдырып кетіңіздер. Біз бәрін оқитын боламыз. Ал сұрақты жалғастырамыз. Кім көп боқтайды? Кім бас десе құлақ дейді? Кім пошлый? Кім миды шірітіп жібереді? Кім балықтың иісін сондай қатты жақсы көреді? Турсимен далада кім көп жүреді, слишком көп жүреді? Сабақта кім керешкейдің иісін сасытып, бір апай нервін шығарып жіберетіндей қылып отырады? Колледж ғой. Кім тормоз? Кім сөйлеп, сөзіңнен жаңылдырып жібереді? Сіздерге бір секрет айтайын. Жақында Ерданның туған күні келеді. Соған ары 3000 подписчик жинап тастайық. Сіздердің қолдарыңыздан келеді. Өйткені 43% без подписчикке көреді. Каналға жазылып кетейік. Біздің видеодан соңғы оқиғамыз. Су шашып өшімді қалып жүр. Ердан Канаевтың каналына тіркеліп, және видеоларды көріп кетіңіздер. Әйтпесе үйлеріңізге барып шомылдырамын.